Бұл Шанхай ынтымақтастығы деген ұйым анығында Орта Азиядағы қазақ, қырғыз, түрікпен, тәжік, өзбек осы ұйымдарды, осы мемлекеттерді Қытай мен Орыстың шаужайлап ұстап отыру үшін құрылған ұйым. Яғни тәуелсіздік алғаннан кейін Америкамен жақындасып кету мүмкіндігі өте жоғары Орта Азиядағы осы тәуелсіз мемлекеттер, түркі халықтары енді бұлар өзара ұйымдасып, өзара ішкі бір береке бірлікке келіп, осылар жаңағы дүниені бүлдіріп кетеме деп алаңдаған Орыс пен Қытайдың ұйымдаса отырып, астаса отырып, осы елдер Америкамен жақындасып кетпесін, өздері одақтасып кетпесін деп жасаған бір сұрқия арамзалықтары. Және бұл жерде осы Қазақстанмен, Қырғызстанмен, Өзбекстанмен, Түркменстанмен, Тәжікстанмен тарихи байланысы бар. Орта Азиядағы түркі халқы Қытайдың көзіне шыққан сүйел болған, тамағына қадалып тұрған, үлкен семсер болған ұйғыр мәселесі бар. Қытайлар Шыңжаңнан, ұйғырдан айырылғысы келмейді. Және Іле Алтай, Тарбағатай, Баркөл, Мори, Санжы, Бураталдағы жердің ежелгі қазақ жері екенін біледі. Ал осы жердегі қазақтардың жерімен қосып, елімен қосып, Қазақстанға қосылам дегеннен Қытай тіпті қорқады. Себебі Қытайдың бүкіл ураны сол Алтай бетінен шығады. Қытайда уран жоқ, уранның бәрі Алтайдан шығады. Ал Алтай ол ежелгі қазақ жері. Қытайдың бүкіл мұнайы дерлік сол Қарамайлыдан шығады. Оңтүстікте Такламаканның құмынан шығады. Ал Қытайдың негізгі мұнайының көзі болған ол жерден Қытай өлсі айырылғысы келмейді. Және Орта Азиядағы қазаққа, өзбекке, қырғызға ұйғырдың жақындығы бар. Бәрібір түркі халқы, этникалық жақындығы ол бар. Өзбек 99% ұйғыр, ұйғыр 99% өзбек. Анығында бұл екі халықты сен өзбексің, сен ұйғырсың деп айырып тастаған ол Орыстың сұмырай сұрқия саясаты. 1921 жылы өзбекті сен өзбексің деп атағанға дейін жер бетінде өзбек деген атау болған жоқ. 1921 жылы Сергей Малов деген Лениннің түркологы, татардың ортасында өскен, Қазан мен Уфадан татарша, башқұртша үйренген, ноғайша үйренген сол Сергей Малов, сол орталық Азиядағы осы қалаласқан халықтарды, шаһарласқан жер емшегіне енген түркі халықтарын әдейі бөліп жікке айырды. Сөйтіп, Қырымның татарын Кірімский татар деп атау содан басталды. Болмаса, Қырымның татарының ру тайпа құрамы ол әлде қайда қазақтың ру тайпа құрамдары болды. Бар болғаны сол Қырымды баяғыда ұлы жүз, орта жүз, кіші жүздің Найман, Керей, Уағы, жаңа Арғын, Үйсін, Жалайыр, Дулаты сол бәленбай 100 мың әскерден аттандырып, сол Қырым мен Орыс соғысып жатқанда сол Қырымды қорғап қалған әскерлер. Сол Қырымды бәлен жыл Орысқа бермей ұстап отырған, артынан сол жердің жергілікті халқынан қыз алып, көздері көкшірейіп, мұрындары ұзарып, жаңағы сөйтіп кеткенді болмаса, оның жаңағы ру тайпасы Керей, Найманы, Қоңырат, Жалайыры, жаңағы Ысты, Ошақтысы, Шапыраштысы бәрі сол қазақ. Өкініштісі, ол халықтар сол жерде отырақтанып қалды. Қазақтың Қырымның 40 батыры дейтін аңызы, Қазақтың Қырымның 40 батыры дейтін атақты батырлық жырдастаны содан шығады. Болмаса, анау Алтайдың тауында, Өскеменнің баурайындағы қазақтың, Шымкентте жерін егіп жүрген қазақтың, Сырдың бойында балық аулап жүрген қазақтың айдалада Қырыммен не қатысы бар? Ол заманда бәріміздің басымыз бір болып тұрған кез, аға бауыр болып тұрған кез. Сол ат тұяғымен Еуразияны тоздырып жүрген кезімізде ата-бабаларымыз Орысқа қарсы тұрған кез. Енді содан сен өзбексің деп жаңағы былай айырып, сен ұйғырсың деп былай айырып тастады. Енді бұны сұмырай Қытай біледі. Орта Азияның сол құл болып өскен, күні кеше Орыстың қолында 2 ғасырға жуық құл болып, өзінің кім екенін ұмытып, тамырынан, тарихынан ажырап қалған қазағы, қырғызы, өзбегі, түрікпені бұны білмесе де, ана сұмырай зұлым Қытай мен Орыс бұны біледі. Орта Азиядағы түркі халықтары ертең үлкен күш болып кетеме деп, олардың түн ұйқысы 4 болады. Сөйтті де олар, міне бүгін өзбек ешқашан ұйғырға жан ашымайды. Күні кеше сол
Қотанның Қашқардың жаңағы шәлісін, Қотанның Қашқардың ала матасын, доппасын сол Ташкенде, Қиуада, Бұқарда сатып отырған болатын. Қиуа, Бұқардың, жаңағы Андижанның, Қорөзімнің, Ташкенттің жаңағы жеміс жидегі матасы, тағы басқа кілем кілчесі Қотан Қашқарға сол бір айда жетіп отырған. Бұның барлығы Орта Азиядағы өндірісі өркендеген қалалар болатын. Сол анау арғы шеті Қотаннан басталып, Қашқарға келіп, мына шеті Күсан, Күшардан басталып, Қашқарға жиналып, Қашқар арқылы мынау Қырғыздың тауларын кесіп өтіп, Өзбекке келіп, Ташкенге келіп, Ташкен арқылы Шымкентке келіп, одан Хорезмге барып, Андижанға, Қиуаға, Бұқарға барып, одан ары сырдың бойындағы кәдімгі қазақтың қалалары Сығанаққа, Отырарға, Түркістанға, жаңағы Ясыға, бәріне солай кететін ескі түркі халықтарының қалаларының тізбегі. Ертедегі Еуропаның жаңағы жер кезермендерінің айтатындай, Орта Азиядағы бұл қалалардың мұнарасы аспанмен тілдескен кезде Еуропада қала дейтін ұғым жоқ еді деп айтатын себебі де сол. Енді сол Орыс пен Қытай Шанхай ынтымақтастығы дейтін ұйымды ойлап тапты. Мақсаты тізгіннен шығып, кәдімгідей тәуелсіздіктің дәмін татып, енді көздері ашылып, өз байлығы өз қолына тиіп, өз аузына өз қолы жетіп отырған осы халықтарды шыжымдап ұстап отыру, Американың ілкіне жібермеу, Батыс пен Еуропамен одақтас қылмау, Америкамен жақындаса бастаған қазақ пен өзбекті сол Америкамен арасын алшақтатып, қайтадан Орыс пен Қытайдың сасық қолтығын әкеп тығу Шанхай ынтымақтастық ұйымының басты себебі болған. Және бірі Қытайдың боданында жатып, тәуелсіздікті аңсаған, Өзбек пен Қазақ, Қырғыз құсап, Түрікпен құсап тәуелсіз ел боламыз деп ұмтылған ұйғырды жөргегінде тұншықтыру, ол Қытайдың жаңағы арманы болатын. Қытай және осы тәуелсіз Қазақстан ертең мынау Іле, Алтай, Тарбағатай, Буратал, Санжу, Баркөл, Мори менің жерім деп Қытайдан жер талап қылама деп онда шошыды. Себебі тәуелсіз Қазақстанның ту бастағы екпіні, арыны ол кезде Қытайды шошытарлық деңгейде еді. Америкамен одақ болып, Америкамен, Еуропамен кәдімгідей дипломатиялық қатынас орнатып, жаңағы сондай бір күшті қуатты ел болып келе жатқан Қазақстанда қорқақ Назарбаев, арамыза Сұрқия Назарбаев ең соңында тәуелсіздік алған сәттегі бүкіл арман мақсатынан айырып, Қытайға қаржылық жағынан құл, Орысқа әскери саяси жағынан құл, бодандыққа қайтадан әкеп тықты. Назарбаевтың біліксіздігі, Назарбаевтың арсыздығы, Назарбаевтың сұрқиялығы, Назарбаевтың дүние қоңыздығы, Назарбаевтың ұлттық мүддеден жеке бастық, отбасылық арманын биік қоятындығы, қысқасы Назарбаевтың нағыз құл-құтанның тұқымы екендігінің белгісі Қазақстанда әлемдегі ең өскен, өркендеген Еуропа, Америкамен одақ болған, сөйтіп екі шетіндегі Орыс пен Қытаймен тепе-тең тұрып дипломатиялық саясат жүргізетін біліктіліктен, мүмкіндіктен айырып тастады. Сөйтіп Қытайдың құлы қылып, ешқандай тауар өндірмейтін, бүкіл халқы жоқшылық пен кедейшілікте тентіреген, әділетсіздік жүйе орнаған, бүкіл полициясы, киембісі, бүкіл ұлттық қауіпсіздігі қасқырдан арман тонаушы бандит болған, қоғамда әбден әділетсіздікпенен зұлымдық орнаған, халық өзінің жеке бастық амандығы үшін бір күні аман есен тыныш өткені үшін жаңағы тәуба шүкір дейтін қалға барған, қоғамдағы есі дұрыс адамдар әділетсіздіктен, зұлымдықтан әбден тойғандығынан ең соңында неше түрлі ағыммен дінді рухани тірек қып кеткен сондай бір бейшара халдегі мемлекетке айналдырып тастады.